Достар, мен бұл жерде қандай свечаға және объемдарға және мұндағы разворот болатын аймақтарына сендім. Мен біріншіден мына жердегі сопротивление аймағының үстінде тұрған жасыл свечалардың үстіндегі ұзын тендер тұр ғой, осыларға сендім. Біріншіден 2 свеча ескертіп тұр. Даже 3 свеча, мына жерде 3 свеча. Біздегі 2 свеча мұнда бару керек, мұндағы аймақ. Мұна аймақты бұзып өтіп жатыр. Значит, минимальный поддержка аймағын бұзып өтіп жатса, бұл келесі максимальный дәл осы аймаққа бара жатыр. Дәл осы аймаққа, вот мына жерге сіздерге белгілеп кетейін. Вот дәл осы жердегі аймаққа бара жатыр. Осы жердегі аймаққа барады. Сол кезде бізде разворот болуы мүмкін, достар. Жоғары қарай қайтадан разворот болуы мүмкін. Осы аймаққа келіп тоқтап, жоғары қарай разворот болуы мүмкін. Но все равно мен өзімнің 2 сделкамды қарастыратын боламыз. Вот бізде USD GPI валютасында прибыль плюс болды. Қай уақытта ашылды? 143-те 695-те ашылған еді, 143-те 661-де жабылды. 95 пен 61-дің аралығында баға бізде азайды, достар. Вот. Енді біз Pocket Option'дағы өзіміздің сделкамызды көрейік. Результат қандай болды, қай уақытта жабылды. Так, бізде USD GPI плюске жабылды, достар. Вот прибыль плюс болды, көріп тұрғандарыңыздай. Бізде ашылған уақытта 143-те 679-да ашылды, 143-те 640-да жабылды. Міне, достар, көргендеріңізде бүгін біз сіздермен 2 платформа арқылы сделкамызды қарастырып, өзіміздің сделкамызды осы USD GPI-ға қарастырған болатын едік. Вот, енді біз соңғы қарай тағы да бір сделкамызды көріп кетейік. Соңында мен айтқандай тура осы аймаққа келіп разворот жасап жатыр. Бірақ әлде сенімсіз, достар. Өйткені мұнда қара свечалардың және оның астындағы объемдарына мән беріңіздер. Бір-біріне сенбей жатыр. Енді біз қазір скопление болып жатқан аймақта сауда жасадық, достар. Ойланыңыздар. Скопление болып жатқан аймақта көпшіліктің көзқарасына қарсы шықтық десек те болады. Өйткені бізде көпшіліктің көзқарасы жоғары қарай ұмтылып жатыр, достар. Вот. Болашақта, достар, бізде осы жерден бір подъем жасады. Мына жерде бір подъем жасады. Мына жерден тағы бір подъем жасау арқылы дәл осы Қызыл облыстан тесіп өтетін жағдай болатын болса, лонг позициясына қарай кетіп бара жатыр. Максимальный аймақ вот мына жерден басталады бізде енді. Максимальный аймақ осы жерге тірелу керек. Вот осы жерге келіп тіреледі. Содан кейін қайтадан разворот жасау мүмкін астына қарай, достар. Вот, достар, бізде бүгінгі видеомыз осы. USD GPI валютасына сделка қарастыру керек еді. Вот біз енді өзіміздің сделкамызды сіздермен бірге қарастырдым. Анализді және осындай дұрыс анализдерді және арасында қате шыққан анализдерді сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Келесі видеода кездескенше, достар, сау болыңыздар.